бүгінгі тойға жиылған, Алланың нұры бұйырған, шеттерінен ақ көңіл, шеттерінен мейірбан, бәйтеректің бұтақтары, мәрт қазақтың ұрпақтары, ассалаумағалейкум, бүгінгі тойдың қонақтары. Ұшқанды көңілімнің көккеттері, ойымнан мұна менің жыр кетпеді. Ассалаумағалейкум, иіліп сәлем бердім, Мұхаммед пайғамбардың үмбеттері. Әңгімесі әрқашанда әмменен күй билесін. Сізге ешқашанда ешкімнің көзі тимесін. Басыңызға мұнау тақияны кигізейін, шашы жоқ жеріне күн тимесін. Қазір мен сіздерге бір зат айтам, сол затты маған әкеп беріп отырсыздар. Келістік па? Ендеше бастаймыз. Репетиция ретінде айтан маған керегі зубочистка. Бұл репетиция болған орындарына барсаңыздар. Шарты. Ендеше кеттік. Маған ең бірінші керегі мужской пиджак. Бәрекелді. Келесі керегі мужской оң жақ туфли. Мұна туфли екеніне сенімсіз бе? Келесі керегі мужской сол жақ нәски. Мужской шалвар, кетті. Ойнап, стоп. Айналайындар, сіздер шалварға шешеш болайын деп тұрсыздар ма? Тоқтай алды. Осымен ойынымыздың бірінші шарты. Айналаларды киесіздер. Ал кеттік, жіберіңіздер. Мен сізге айттым ғой, уверенсіз ба, мужской туфлиге жоқ па деп. Өз күнәңіз өзіңізде. Құрметті ағайын, назар салып қараңыздар. Алдарыңызда Мисс Қазақстан 2014 байқауының сайыскерлері. Қазір сіздермен мода көрсетеміз. Мұнау сіз жақтан бастайды. Есіміңіз кім? Алуа. Тек сіз Алматыдан келген Алуа боласыз. Келістік. Ендеше қазір маэстро бізге музыка қояды. Мына қолыңыз белде. Бұлай. Екінші қолыңызда вилкамен алмаңыз бұлай. Походкаңыз салып отырып, мына жерге шейін болмаса, ана жерге шейін барамыз. Әдемілеп. Сосын тура барамыз. Келістік па? Жеңімпазға беретін сыйлығымыз бар. Ендеше құрметті ағайын, бүгінгі байқауымыздың бірінші сайыскері Мисс Алматы 2014 Алуа қарсы алыңыздар. Құрметті ағайын, қазір дауыс берген кезде мына походкамен шаш лақтырғандарды ұмытпай. Құрметті ағайын, биыл Балқаштағы сән үлгісі бойынша кішкентай аяқ киімдер киеді екен. Ендеше қарсы алыңыздар. Бүгінгі сайысымыздың соңғы сайыске қарсы алыңыздар. Мисс Балқаш 2013.
соңына жетіп қалыпты. Ендеше құрметті ағайын, алдарыңызда Қайырбек ағамыз бір ай бұрын өзіне қыз таңдап жүр. Маэстро. Бәрекелді. Одан кейін мына жақтан келе жатқан ұл болсын жеңгемізді көріп қалып, айтқанда қысады. Қарындас, жүрегіңді бас, тоқтағарындас, жүрегіңді бас, бір сыр айтпасам, көңіл ашылмас, бір сыр айтпасам. Бәрекелді. Көңілі ауғанын көрген ұл болсын жеңгеміздің қойған сұрағы. Тыңдаймыз. Міне, осы сұраққа берген ағамыздың жауабы. Сен, құраламысың. Сен, менің көзім. Сен, бәрекелді. Осылай сөйлесіп тұрған кезде кенеттен жаңбыр жауып кетеді де, екеуі еріксіз құшақтасуға, бір қол шатырдың астына тұруға мәжбүр болады. Осылайша Алланың жаңағы махаббаттың пайда болғанын көріп Алланың нұры жолы ма кенеттен күн шығып, ол жатыр қажетсіз болып қалады. Сонда екеуінің арасындағы диалог тыңдаймыз. Қас болып ұшып жоғалсам, не дер едің? Seni sevmem мәңгілік өтеді. Отқа түсіп өртенсем не дер едің? Күл боп бірге соңынан кетері. Бұлдырасам сағындай не дер едің? Жел боп қуып ақыры жетері. Қайға келсем басына не дер едің? Көшсін, бәрінде көтері. Бәрекелді. Міне, құрметті ағайын, осындай үлкен алпауыт махаббаттың арқасында баршамыз осы тойға басымыз қосылып жиналып отырған түріміз. Ендеше құрметті ағайын, қарсы алыңыздар. Осындай үлкен махаббаттың ең алғашқы ғашықтық биі. Құшақ жайған адамға есік ашық айқара. Мұна тұрған жай бала, рухани бай бала, қазақтығын білетін шежіреден жай ғана. Алтарысқа ат шыққан, 80-ге келгенше арқасы жерге тимеген. Бұланбай балуанның ұрпағы, Абақкерей руынан тараған, шерушіден тараған Саңыраудың ұрпағы, Қарағанды мемлекеттік университетінің математика факультеті